даджал туралы айт деп бәрі жазып кеткен. Бүгінгі қазіргі кешкі тақырып, балаларым жиналыңдар. Сендерге даджал туралы айтатын болам. Өзімнің түсінігімдегі даджалды айтатын болам. Жаңағыдай біреудің ойымен бес, ананың ойымен бес, өзімнің ойыммен, өзімнің ойымдағы даджалды айтам. Егер қызық болса, соңына дейін дұрыс мағынамен түсініп, тыңдап көріңіздер, өздеріңізге өте пайдалы болады. Оның ішінде көп нәрсе бар енді. И политика, и діни жолда былай көзқарастар өте көп. Дайын болсаңыздар, кеттік. Даджал деген кім, немесе кімдер деген сұрақ кездеседі. Ол Құранда жазылмаған, хадистарда, осы пайғамбардың тірі кезінде, Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам, өзіміздің соңғы пайғамбарымыздың көзінің тірісінде жанындағы сахабаларына айтып кеткен сөздері бар. Яғни ол туралы көп сөз кездеспейді, тек былай бірең-сараң, бірақ білуіміз керек нәрсе, ол ақыр заман таяған кезде шығатын сондай бір құбылыста. Ол туралы не делінген, ол туралы айтылған. Мысал ретінде бір-бірден келдіре берем қазір сіздерге. Яғни біз ол хадистарды оқығанда, Құранды да оқығанда біз метафорамен қараймыз. Ал метафора деген ол бір сөйлемді бірнеше мағынада түсіну, бірнеше мағынада жеткізілуі. Сол себепті метафорамен жеткізетін болам сіздерге. Мысалы, қазіргі таңда білесіздер, Құрандағы сөйлемдер, олар өте астарлы айтылған. Неге десеңіздер, қазіргі уақытқа дейін де 14 ғасырдың ішінде, 14 ғасыр бойы әлі зерттеліп келе жатыр. Бірақ әлі жартысына да жете алған жоқ. Өйткені ол жердегі сөздер өте терең жазылған. Сол себепті көбін негізі метафора ретінде қарайды. Прямой мағынада айтылмайды ол жерде. Кейбір сөздер прямой мағынада айтылады, ал кейбіреулері метафорамен кездеседі. Сол себепті қазіргі ғалымдарымыз әлі де осы метафора әдісімен зерттеп жатыр. Ол адамдарға, яғни бір мағынаны бірнеше мағынада ответін дұрыс шығару үшін, вывод жасау үшін осы тәсілді қолданады. Қазір мен сіздерге де дәл сол тәсілді қолданып айтам әңгімемді. Келесі сториста уже факттар кетеді, тыңдаңыздар. Мен сіздерге қазір өзімнің ойымдағы метафорамен айтып берем. Ол жерде айтылынған, яғни даджалдың қанаты болады дейді да, мысалы 40 шынтақты болады дейді, ұзындығы 40 шынтаққа тең дейді. Біз оны немен көреміз мысалы ретінде? Қазіргі заманда самолеттар бар да, самолет 40 шынтақты, мысалы ұзын қанатты да, мысалы келдіріп айтады ғой, сол сияқты. Ол отпен қоректенетін болған дейді. Отпен қоректенеді дейді. Отпен қоректенеді дегеніміз 600-700 жылдары мысалы отпен қоректенетін нәрсе болған жоқ. Ал қазір топливалар, мысалы уголь, неше түрлі поезд, бәрі отпен қоректенеді ғой. Сол себепті осы заманға сай айтылған деп ойлаймын. Ол кезде енді представить не смогли же они 6 ғасырда осылай жеткізе алған деп ойлаймын. Тағы қандай сөздер айтылған? Енді ол туралы ондай қатты көп айтылмаған, аз ғана, но түсінік біздікі да, ал бізге главный жеткізіп кетті. Ол тағы не істей алады? Адамды қақ жарып, қақ қосалады дейді да, мысалы ортасынан бөліп қосалады дейді. Қазір медицина бар. Медицинаны білесіздер, қазір ол да бизнес. Адамдар бір рак ауруына шалдықса, сразу мысалы біздікілер Турцияға анда-мында ұшып кетеді, но ол адамды құтқару өте қиын да, мысалы ортасынан обычный просто операцияны келдіретін болсақ, операцияда адамды дәл солай кесіп қайтадан қосады. Ал 6-7 ғасырларда ондай тәсіл болмаған, тек сыртқы раныларды ғана емдей алатын болған, адамның ішкі құрылысына жетуге тыйым салынған ол уақытта. Ал қазір заман қандай? Қазір адамды просто қолынан рубить етеді да, қайтып қоса салады да, ол проблема емес. Дәл сол замандамыз. Даджалдың кейпіне келетін болсақ, ол бір көзді болады деп айтылған. Ал ол менің түсінігімде, мен мана сіздерге айттым, адам екі жолмен өседі: духовно және материально.
сол адамдар қазіргі қандай заман, қазір духовныға бәрі көзін жұмады да, только материальныға көзін ашық да, көздері ашық, соған қарай ұмтылып жатыр бәрі. Бір көзді адамдар деп мен мысалы соларды көрем. Ал былайынан лично өзінің кейпіне келетін болсақ, көзі жасыл түсті, виноградовый деп, цветте болады дегеніне қарағанда, ол өзі келеді, оны өлтіреді деген де бар, бірақ енді оның түсінігі өте ауыр. Ол жаққа қарай шагнуть етпей-ақ қойын. В основном өзімнің түсінігімдегі метафораммен сіздерге айтып жатырмын. Мысалы, сіздер ойлаңыздар, пайғамбарымыздың заманы ол 600-700 жылдар өмір сүртті. Ол кезде не самолет жоқ, не вертолет жоқ, не ракета, дым жоқ та, дым жоқ мысалы. И сіздер сол заманда өмір сүрсеңіздер, қазіргі сол нәрселерді елестете алатын бедіңіздер, мысалы самолетті или қазір жоқ нәрсені елестетіп көріңіздерші өздеріңіз. 2050-де осындай болады деп көрмеген нәрселеріңізді елестетіп көріңіздерші. Сіз точно айта алмайсыз, мысалы осындай нәрсе, мысалы сол 600 жыл тұрсаңыз самолет деген нәрсе болады деп, ондайды айта алмайсыз ғой. Сол себепті басқа осылай мағынада түсіндіріледі, ал қабылдап алуымыз ол біздің түсінігімізді. Сол үшін терең ойланып, каждый сөзді терең қарау керек. Бір қарасаң уже жаныңда да ол нәрсе, өздеріңіз байқамай қалған. Оның ішінде бүткіл нәрсе қозғалған. Мысалы Мұхаммед пайғамбарымыз біздің саллаллаху алейхи уассалам бүкіл политиканы да айтып кеткен. Егер оқып көрсеңіздер бәрін түсінесіздер. Өйткені қазір байлар байып жатыр, кедейлер кедей болып жатыр, алдау арбау көп, ішімдік шегетіндер көп. Мысалы былай айтқан кезде тірілей адамдарды былай убивать етіп жатыр да. Адамдар анан шегет, тупить ете береді, милары жұмыс жасамайды. А ол жоғарыдағыларға выгодны да, адамның тупой олай бергені, бай-бай. Но соған біз жол бермеуіміз керек. Жол бермеуіміздің бірден-бір себебі білімімізді качать ету, яғни өзімізді чиповать ету, былай айтқан кезде. Сол себепті білімге аса қатты мән беріңіз. Сосын оның ішінде көп нәрсе айтылады. Мысалы, иудейлар туралы айтылады. Былай айтқанда еврейлар ғой. Енді біз адам атаның одан кім туылған деп төменге түсе берсеңіздер, мысалы Ибрахим пайғамбардан, оның астында балдарының аттары бар да, яғни Исраил, Исмаил деген сияқты. Дәл солай олар Исраил ұрпағынан тарап бір көзді дейді, мысалы Даджалды да. Енді сіздер білесіздер ғой, қазір масон деген нәрсе бар. Оны кейбір адамдар сенбейді ол нәрсеге. Ол нәрсе действительно бар. Шын, біздің былай айтқан кезде айналамызда да жүруі мүмкін да. Мен ондай адамдарды байқағам мысалы. Бірақ олар айтпайды өзінің осындаймын деп. Но бізде де әңгімемізді айтар кезде сақ болуымыз керек. Неге десеңіздер, ақылды адам оларға керек емес. Ақылды адам всегда востребованный болады. Ол ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін біледі. За честность всегда топить етеді. Былай айтқан кезде білімі бар адам. Сол честность оларға ұнамайды да, былай айтқан кезде. Енді бір көзді тоже масон деген нәрсе бар. Біліп жүріңіздер, өтірік. Енді сіздер ойланып көріңіздер, олар настолько күшейіп кеткенде, бүкіл әлем бар ғой, жерде қанша мемлекет бар. Ал қазір кәдімгі геноцид болып жатыр да Палестинада, былай айтқан кезде. И бүкіл мұсылман елдерді просто бүйтіп қарап отыр да. Не үшін қарап отыр, мысалы, ойланып көріңіздер. Өздеріңіз білесіздер еще. Қазір поглубже кетем. Поглубже болғанда мировойға араласпай-ақ қойын, өзіміздің елімізді бірінші қатырып алуымыз керек. Неге десеңіздер, енді бірінші солмен заниматься еткен дұрыс деп ойлаймын. Бірінші өздеріңізді дұрыстайсыздар, сосын мемлекет дұрысталады. Неге десеңіздер,
Қазір қараңыздаршы, біздің елде мысалы наркота сатылып жатыр, неше түрлі нәрсе сатылып жатыр да, адамдарды құртатын, миындағы ойын әлсіз ететін нәрселер толып кетті. Бізді қорғайды деген, былай айтқан кезде, бізді қорғайды деген сотрудниктарымыз бар, өзіміздің осы елімізді қарап отырған, қорғап отыр деген. Бірақ жолды сатылымға беріп атқан кім? Мысалы, өздеріңіз просто обычно ойлап көріңіздер. Конечно, ол бизнес. Бер жағында қалатындарға қалады, ақша дальшысы ары қарай кетеді, тоже бүкіл бизнес. Негізі адамдардың идеологиясын, сол біздің Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам соңғы пайғамбарымыз өмірден өткеннен кейін хазаритстар келді. Хазаритстар сол иудейларды әкелді, яғни жер алып берді. Былай айтқан кезде олар сол уақыттан бері дамып, адамдарды шатыстырумен келеді. Имею в виду, идеологиясын өзгерту керек адамдардың. Қазір адамдардың идеологиясы настолько өзгеріп кеткен, олар көп нәрседе адасып жатады. Ең бірінші нәрсе, идеология мида өзгереді ғой. Бір пример келтірейін сіздерге. Қазір сіздер кино қарауға барасыздар, или соткадан бір қорқынышты нәрсе көресіздер, кино. Сіздің ішіңізге, миыңызға сол флешкамен жазылып қалады запись. Бір күні қараңғы жерде кетіп барады, сіз сол страх өсе бастайды да ішіңізде. Или там бір киноны қарап депрессияға түсіп кетесіз, каждый раз депрессияға түсе бересіз, а ол черная энергетика всегда хавать етеді ақ энергетиканы страхпен, страх арқылы. Мынандай информациялардан кейін мені жоқ қылып жіберіп жүрсе, бірақ маған ештеңе қорқынышты емес енді. Главное, за честность, за справедливость. Басқа менде ешқандай ниет жоқ. Главное, адамдар, сіздер түсінсеңіздер, одан асқан мен үшін бір ерлік жоқ деп ойлаймын. Енді айта берсең әңгіме көп, оның бәріне уақыт табылады. Мен всегда білетінімді сіздермен бөлісіп жүретінмін.